Қайырлы кеш, аса құрметті Павлодар өңірінің өнер сүйер қауымы. Міне бүгін біз өздеріңіз танитын, білетін Нұргүл Байтокинамен міне кездесіп, қуанышты болып отырмыз. Өздеріңіз білесіздер енді, Елбіз телеарнасында қаншама жаңалықтар өткізді, е? Қазақша жаңалықтар оқыды. Қазақша жаңалықтардың бәрін осы Нұргүл Байтокина өткізген кезінде. Енді қазір негізі өзі әнші екеніне негізі жаңа біліп жатырмыз. Иә, былай айтқанда профессиональный әнші. Республикалық эстрада студиясының түлегімін. Лаки Константишкисоглу, атақты біздің Қазақстанның вокалист эстрада әншісі, сол кісінің оқушысымын. Керемет ұстаз ғой. Нұргүл апайымызды енді баяғыдан танимыз ғой, ол әнші екенін білеміз. Енді әншілер енді әрбір жұмысты жасай береді ғой, енді ведущий да болып береді, тамада да болып береді енді. Қазір соның жолында жүрміз ғой. Иә. Негізі былай санағанда, жақындан санадым. 27 жыл бойы мейрамханада ән айттым. 27 жыл бойы өзім шошып кеттім ғой. Иә. Сондай да болады екен. Уақыт зымырап өтіп кетеді екен да. Енді әнді керемет деңгейде орындайтын бәріміз білеміз, бірақ мен журналист екен деп жүрдім ғой өзім. Жоқ. Оказывается, вокалист екен. Профессиональный вокалист екен. Эстрада әншісімін. Мықты. Енді ол жағынан енді сендерге не алмаймыз енді, жолдарың жете алмаймыз ол жағынан. Сахна бәріне жетеді ғой. Сахна бәріне жетеді, бірақ енді сендердің шығармашылық жолдарыңа әрдайым тек қана жақсылық тілеймін. Биіктен көріне беріңіздер. Бүкіл Сарыарқа өңірі емес, бүкіл Қазақстан бойы мынау шетелге шыққандарыңды қалаймыз. Әндерің жүріп жатыр ғой барлық жақта. Сондықтан сендерге шығармашылық биіктікке көрінуді тілеймін. Әрдайым тек қана жаңа әндер, былай айтқанда ескі әндерді жаңартып жүре беріңіздер. Сол шығармашылық табыс тілеймін сіздерге. Көп рахмет. Рахмет. Біз сізге де бар жақсылықты тілейміз. Рахмет. Отбасыңыз аман, бүгін отбасы күні екен. Отбасы күнімен шын жүректен сізді құттықтаймыз. Деніңіз сау, ғұмыр жасыңыз ұзақ, бала шағаның қызығына тоймай, осылай әніңізді айтып, передачаларыңызды жүргізіп, аман есен жүре беріңіз. Тойымыз той болса берсін. Нұргүл Байтокина. Рахмет, мереке құтты болсын.